Hi guys, welcome to Jet Ed. Today is very important lesson because I will explain you 12 tenses. Very important information to share. So if you're ready, let's get it started. Сонымен біздің бүгін өте маңызды сабақ, себебі біз 12 шақты қарапайым тілмен сіздерге толықтай түсіндіріп шығатын боламыз және қорытындылайтын боламыз. Сонымен кеттік. Жалпы ағылшын тіліндегі 12 шақ көп және қиын сияқты болып көрінгенімен, жалпы ол жақта тұрған ондай қатты қиын нәрсе жоқ. Былай қарайтын болсаңыздар, егер де кестеге былай бөлсеңіздер, барлығы түсінікті болады. Бұл жерде ағылшын тілінде present, яғни осы уақытқа байланысты, past өткенге байланысты, өткен шаққа байланысты, және future келесі шаққа байланысты олар өзара бөлінеді. Енді әр осы шақ, present, past және future simple түрлері бар, қарапайым түрлері бар, continuous, басқаша progressive деп айтады, яғни созылып жатқан әрекеттер, және perfect және perfect continuous деп бөлінеді. Енді қараңыздар, яғни бұл әрқайсысы осы бөлініп шығады. Мысалға, simple қарапайым шақтардың өзі present simple болады, past simple, future simple. Келесі continuous-та да дәл солай. Present continuous, past continuous, future continuous. Perfect шағы да дәл солай. Present perfect, past perfect және future perfect. Келесі perfect continuous шағы да дәл солай. Дым қиындығы жоқ. Present perfect continuous, past perfect continuous және future perfect continuous. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. 12 шақтың барлығын алдыларыңызға қойдым. Енді алдымен осы simple шақтарды, continuous шақтарды, perfect шақтар және perfect continuous шақтарды бір шолу өткізіп шығайға, барлығы түсінікті болу үшін. Біріншісі simple шақтарынан бастаймыз осы жерден. Кеттік. Қараңыздар, жалпы present simple, past simple және future simple шақтары бар. Біріншісі ол present simple. Present simple деген бұл қайталанатын, күнделікті болып жататын іс-әрекет. Жалпы айтқанда, жалпы әрдайым қайталанып отыратын іс-әрекеттер. Мысалға, I go to school. I wake up at 7 o'clock. Мен күнде мектепке барсаңыз, күнде мектепке барамын, оянамын, күнделікті қайталанып отыратын, немесе жалпы өзіңіз туралы информация, немесе бір өзіңіз туралы дерек берген кезде қолдансаңыз болады. For example, I live in Талдыкорған, I work at Jet Ed, I have a business деген сияқты. Бұл шақ екенін білу үшін өзінің дабыл сөздері бар, Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely және never. Бұл шақта never дегенде де қолданса да болады. Мысалға, бұл қолданысы енді, Енді қалай жасалынатынына келетін болсақ, әрине бұл жерде де дым қиындығы жоқ. Бастауышталас, subject. Мысалға, I, you, we, they, he, she, it, Марат, кез келген бастауышталасыз. Одан кейін етістіктің өзін қойсаңыз, сіздің сөйлеміңіз дайын. Мысалға, I go. Сөйлеміңіз дайын. I live in Талдыкорған. I work at Jet Ed. Бұл жердегі сіздің еске сақтау керек нәрсе, he, she, it болған кезде, яғни жекеше түрде тұрған кезде затесін, онда сіз s қосуды ұмытпайсыз. Мысалға айтатын болсақ, he goes to school. He goes. He go to school деп айтпайсыз, he goes to school деп айтасыз. Немесе тағы да, she works at the university мысалға. Сол кезде work деген етістікке сіз s-ті жалғауды ұмытпайсыз. Және бұл жердегі ең маңызды есте сақтау керек нәрсе, бұл сөйлем, осы сұраулы сөйлем жасаған кезде, немесе болымсыз сөйлем жасаған кезде сіз do және does-ды ұмытпайсыз. Сұрақ жасаған кезде, мысалға, do you speak? Do you live? деп сұрақ қоясыз, he, she, it болған кезде does болады. Does he work at school? Мысалға, болымсыз түрінде осы do-ға сіздер not жалғайсыздар. Don't, немесе does not, doesn't деп айтасыз. For example, he doesn't sleep. He doesn't drink coke. Ол кола ішпейді деген сияқты осындай жалпы қайталанып отыратын әрекеттер туралы айтқан кезде сіз present simple шағын қолданасыз. Келесі ол past simple. Past simple яғни бұл өткен шақ. Өткен шақта аяқталып қойған әрекет. Нақты бір уақыты болады, Can you give me the details? It's important. Мысалға, yesterday, кеше, the day before yesterday, оны өткен бізде, last week, last month, last year, ago деген мысалы 2 жыл бұрын деп айтқыңыз келсе 2 days ago, 2 years ago деп айтасыз. Яғни past simple деген
сіз нақты қашан, қайда деген сияқты нақты бір өткен шақтағы бір іс-әрекет туралы сөйлескіңіз келген кезде сіз осы past simple'ды қолданасыз. Answer my question. Енді сұрақ, қалай past simple'ды жасалынады? Past simple'да сөйлем құрау үшін сізге бастауыш керек, және етістікке дұрыс етістік болса, ed жалғайсыз. Егер бұрыс етістік болатын болса, яғни irregular verbs болатын болса, онда сіз оны жаттап алу керек болады. Болды. Басқа несі жоқ, иә? Мысалға, мен кеше жұмыс істедім деп айтқыңыз келсе, I worked. Иә, ed жалғайсыз. I work, ed жалғайсыз. I worked. Иә? Немесе go-дің өткен шағы went. Иә? I went to school. Болды. Irregular verbs сіз жаттап аласыздар. Егер де керек болса, біз ағылшын тіліндегі ең маңызды 100 етістіктің тізімін жасаған болатынбыз, көбісіне таратқан болатынбыз, тегін. Оның ішінде сол етістіктердің 3 формасы, дұрыс етістік болса ed жалғанған түрі, бұрыс етістік болса оның 3 формасы берілген болатын. Сондықтан алсаңыздар болады. Және бұл жерде did, өткен шақтағы сұрақ қою үшін сіз didті қолданасыз. Did, мысалы, did you go? Сен бардың ба деген кезде did дегенде алдына шығара саласыз, болды. Did болған кезде сіз екінші форманы ed жалғамайсыз. Did you work it демейсіз, did you work деп айтасыз, сол жеткілікті. Және болымсыз түрінде де didқа not жалғайсыз. Didn't. But she didn't do anything. For example, I didn't work yesterday. Мен кеше жұмыс жасамадым деп айтсаңыз болады. Жақсы. Келесі шақ ол future simple. Future simple бұл шақтардың ішіндегі ең оңай түрі. Себебі future simple'ды жасау үшін сізге бастауыштан кейін етістіктің алдына will қойсаңыз, сіздің сөйлеміңіз дайын болады. Мысалға, мен ертең барамын деп айтқыңыз келсе, I will go this. Болды, сіздің сөйлеміңіз дайын. Енді бұны қай кезде қолданамыз? Future simple'ды біз болашақта болатын іс-әрекеттер туралы айтқан кезде. Және спонтанно, яғни тікелей қабылданған шешімдерге сол кезде қолдансаңыз болады. Ол қалай? Мысалға, сіз отырдыңыз да, айтасыз, мен оған звондайын деп, оны пландап, бір жоспар құрып отпайсыз. Oh, I will call her. I will call her. Will'ды жалғайсыз етістікке. I'll pay. Яғни сіз спонтанно, тікелей қабылданған шешімдер болған кезде осы future simple'ды қолдансаңыз болады. Немесе болашақ туралы, сіз бір жоспарлап айтпайсыз, maybe деген сөз бар, ағылшын тілінде, maybe, мүмкін деген. Сол maybe'ді қолданған кезде сіз future simple'ды қолдансаңыз болады. Maybe I will go to Spain next year. Let me say, maybe. Келесі жылы мен Испанияға мүмкін барамын. Сол сияқты болашақ туралы бір жоспарлап, болжап барамын деп айтқыңыз келген кезде, жасаймын деп айтқыңыз келген кезде, осы future simple'ды қолдансаңыз болады. Ең бастысы will'ды жаттап алыңыз. Сұрақ қойғыңыз келген кезде болымсыз түрінде осы will'ды алға шығарады, немесе not жалғайсыздар. Жақсы. Жалпы simple шақтары осындай. Ағылшын тілінде сөйлеу барысында ең көп қолданатын шақтар осы simple шақтар, яғни present simple, past simple, future simple. Келесі әрине бұл continuous шақтар. Continuous шақтары, яғни бұл іс-әрекет созылыңқы ұзақ болып жатқан, бір процесте болып жатқан кезде, сол туралы айтқан кезде біз қолданамыз. Мысалға айтайық, қазір мен сіздерге түсіндіріп отырмын. I am explaining you. Яғни іс-әрекет бір созылыңқы нақты бір уақытта, немесе дәл қазір болып жатса, өткен шақта белгілі бір уақытта болса, немесе келешекте белгілі бір уақытта болған кезде сіз continuous шақтарын қолданасыз. Енді present continuous'тан бастайық. Present continuous деген бұл нақ осы шақ, яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Мысалға, сіз мені тыңдап отырсыз, You are listening to me. Бұл жердегі ең есте сақтап алу керек нәрсе, бұл to be етістігі, am, is, are болып өзгереді. He, she жаңағы есімдіктерге байланысты өзгеретін білесіздер деп ойлаймын. Және ing-ді жаттап алу керек, ing жалғанып айтылады. Және double сөздер бар, now, right now, at the moment, look, listen, currently. Яғни сөйлеп жатқан кезде дәл қазір болып жатқандығын білдіретін шақ. Қазақша айтқанда бізде отырмын, жатырмын деген сөздермен сипатталады бізде. Тыңдап отырмын, ұйықтап жатырмын, көріп отырмын деген сияқты. Сол кезде мен сіздерге не істеп отырмын? Мен үйретіп отырмын. I am үйрету деген teach. I am teaching you right now. Мен дәл қазір сіздерге үйретіп отырмын. Осы кезде сіз present continuous шағын қолданасыз. Келесі ол past continuous. Past continuous деген өткен шақтағы
нақты бір уақытта созылыңқы жалғасып жатқан процесте бір белгілі бір уақытта процесте болған іс-әрекет туралы айтқан кезде қолданасыз. Яғни оны жеткізудің бірнеше түрі бар. Одан бұрын қалай жасалынатынына көңіл назар аударайық. Was, were, яғни to be етістіктің өткен шағы және етістікке ing жалғайсыз. Мысалға, I was sleeping. Мен ұйықтап жатқанмын. I was doing my homework. Мен үй жұмысын жасап жатқанмын. Оны сипаттау үшін сізге әртүрлі жолмен айтсаңыз болады. Өткен уақыттағы нақты бір уақытты көрсетсеңіз болады. Мысалға, кеше үште не істеп жатқаныңызды айтқыңыз келген кезде сіз осы шақты қолданасыз. I was doing my homework yesterday at 3 o'clock. Кеше сағат 3-те мен үй тапсырмасын жасап отқанмын. Және ауызекі тілде ең көбінесе қолданысқа енген ол when деген сөз арқылы қолдану. Яғни бұл шақта екі іс-әрекет болады. Біреуі созылыңқы, ұзақ іс-әрекет, біреуі қысқа іс-әрекет. Мысалға, сіз ұйықтап жатқан кезде, біреу кіріп қалды. Сол кездегі сіз ұйықтап жатқаныңыз ол ұзақ созылыңқы іс-әрекет, бұл осы past continuous. Біреу кіріп қалған, ол past simple, ол қысқа іс-әрекет. Мысалға, when I was sleeping yesterday, my mom came to my room. Мен кеше ұйықтап жатқан кезде анам бөлмеге кіріп келді. You came into my apartment last night while I was sleeping? Яғни екі іс-әрекет біреуі болып жатып, екіншісі оны бөлген кезде осы past continuous пен past simple'ды қолданса болады. Келесі бұл future continuous, яғни бұл болашақта енді осы жерде дәл қазір болып жатса present continuous, future continuous бұл келешекте болашақта нақты бір уақытта болып жатқан іс-әрекет. Мысалға, tomorrow at 3 o'clock, ертең сағат 3:00-де не істеп жатасыз? For example, I will be working tomorrow at 3 o'clock. Ертең сағат 3:00-де мен жұмыс жасап жатамын, We'll be making the first turn in a few minutes. Яғни жасалуы to be етістігі қоя саласыздар, алдына will'ды қоясыздар. Will be және етістікке ing жалғайсыз. I will be sleeping, I will be working, I will be doing деген сияқты айта бересіздер. Жақсы, continuous шақтарымен түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі, бір қайталап алдық. Келесі ол perfect шақтары. Perfect! Жалпы perfect шақтары, бұл present perfect болсын, past perfect болсын, future perfect болсын, бұл өткен шақ деп ойлайды, көбісі өткен шақ деп ойлайды. Бірақ та бұл іс-әрекет өткен шақта болуы мүмкін, өткен шақта басталуы мүмкін. Бірақ бұл жердегі ең маңызды болған нәрсе perfect шақтарында бұл қазіргі уақыттағы нәтижеге негізделген. Ол қалай дейсіздер ғой, Мысалға, бастайық. Present perfect шағы, яғни бұл өткен шақта бір іс-әрекет басталуы мүмкін, болуы мүмкін, бірақ ол қашан болғаны, қалай болғаны, қаншалықты ұзақ болғаны маңызды емес. Ең маңыздысы қазіргі уақыттағы нәтижесі. Мысалға айтайық, I have read this book. Яғни мен бұл кітапты оқып қойдым. Бұл жердегі маңызды болғаны, сіз кітапты оқып қойғандығыңыз, ол кітапты бітіріп қойғандығыңыз және ол кітап туралы білетіндігіңіз, Сіз оны қашан бастағаныңыз, қаншалықты ұзақ оқығандығыңыз бұл жерде маңызды емес. Осындай кезде сіз осы present perfect шағын қолданасыз. I've seen 3 movies in my life. Бұл шақтың нақты осы шақ екенін білдіретін сөздері бар. Already, just, yet, recently, ever, for, since деген сияқты. Already, мысалы, уже. Қазақша енді бізде уже деп айта береміз. Мысалға, мен уже үй тапсырмасын жасап қойдым. I have already done my homework. Немесе, I have just lost my keys. Яғни, lost, жоғалтып алды, lose, lost. Мен дәл қазір ғана кілтімді жоғалтып алдым. Бұл жерде сіздің 10 минут бұрын жоғалттыңыз ба, 1 сағат бұрын жоғалттыңыз ба, қай жерде жоғалттыңыз, маңызды емес, маңыздысы не? Қазіргі уақыттағы нәтиже кілт жоқ. Үйге кіре алмайсыз, немесе бір проблема болды, Осы кезде осы present perfect шағын қолданасыз, және жасау үшін сіздерге have, has көмекке келеді, және етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғайсыз. Never been to a place like this. Қайтадан сіз irregular verbsқа кеп тіредіңіз. Сондықтан irregular verbsті жаттап аламыз. Болды. 4,000 irregular verbs. Келесі бұл past perfect. Бұл perfect шақтарындағы бір айтқанда әр қиын нәрседе немесе бір жаман нәрседе оңай жақсы жағын табу керек қой. Perfect шақтарының кейбіреулеріне қиындық болғандығымен де оңай жері бұл мысалға present perfectті дәл қазіргі уақытқа дейін бұл қазіргі уақыттағы нәтижесі маңызды болатын болса, past perfectті дәл соны артқа қарай сыра саласыз, өткен жаққа қарай жылжыта саласыз. Яғни past perfect деген өткен уақыттағы бір іс-әрекетке дейін болған іс-әрекет. Яғни былайша айтқанда
мықтының мықтысы дейді ғой, сол сияқты өткеннің өткені деген шақ, иә, бұл өткеннің өткен шағы деген атау беріп қойып осы жаққа past perfect. Яғни өткен уақытта кеше мысалға үйге келдіңіз, сол үйге келгенге дейін болған іс-әрекетті сипаттағыңыз келген кезде осы past perfect қолданасыз. Мысалға, when I came home yesterday, my sister had already gone. Ja, мына жақта қараңыз, сіз үйге келдіңіз өткен шақта, оған дейін әпкеңіз кетіп қалған екен. Ja, соны айтасыз ғой. Мен үйге келген кезде мен әпкем кетіп қалған екен деген сөйлемді, іс-әрекетті сипаттағыңыз келген кезде осы past perfect шағын қолданасыз. Бұл жерде жаңа have, has-ның өткен шағы had-ті қоясыз да, қайтадан етістікке ed немесе үшінші формасын жалғайсыз. She had gone, they had done, мысалы, осылай сөйлем жасалынады. Ал future perfect болатын болса, тура сол сияқты, бірақ енді болашаққа кетеміз. Болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін болып қойған, я, болған іс-әрекет. Мысалға, бұл жерде бұл уақытты күшті сипаттайтын бұл by немесе by the time. Мысалға, 2020 жылға дейін мен ағылшын тілін үйреніп аламын деп айтқыңыз келген кезде, жасалуы қалай? Will have және етістіктің үшінші формасы. I will have learned English by 2022. Яғни 2020 жыл мына жерде болатын болса, сіз оған дейін үйреніп қоямын деп айтсаңыз болады. Немесе өте шұғыл түрде қажет болатын болса, айтсаңыз болады. Мен жазға дейін ағылшын тілін үйреніп аламын, иә? I will have, үйреніп қоямын. I will have learned English by summer деп айтсаңыз болады. Яғни, болашақта белгілі бір уақытқа дейін болып қойған, сол уақытта аяқталған нәтижесі маңызды іс-әрекет туралы айтқан кезде future perfect шағын қолданамыз. There are certain moments in time. Тамаша. Енді соңғысы бұл perfect continuous шақтары. Perfect continuous шақтары бұл жаңа perfect шақтарына ұқсайды, present perfect сияқты іс-әрекет бұрында басталған бұл жерде де, және қазіргі уақытқа дейін созылып жалғасты, және де әрі іс-әрекет аяқталмайды, әлі де жалғасуы мүмкін. Және бұл жердегі ең маңызды болған нәрсе ол қазіргі уақыттағы нәтижесі емес, қаншалықты бұрын өткен шақтан қазіргі уақытқа қаншалықты болып жатқандығы. Мысалға айтайық, өмірде де көп қолдансақ болады. Мен ағылшын тілін үйреніп жатқаныма 5 ай болды деп айтқыңыз келген кезде, міне дәл осы шақты қолданасыз. I have және has been, оған етістікке ing жалғайсыз. I have been learning English for 5 years. Яғни осы жерде for және since көбінесе осы perfect continuous пен қолданылады. For деген бұл ұзақтықты білдіреді, қанша уақыт екенін, бір іс-әрекет басталды ғой, содан бері қанша уақыт екенін. Мысалға for 10 years, for 15 minutes, 10 жыл бойы, 15 минут бойы деген сияқты осындай кезде қолданады. I have been waiting for this for a long time. Және since деген бар. Бұл сол іс-әрекеттің қай уақытта басталғандығын айтады, қазақша айтқанда бері. Мысалға since January, since 2001, 2001 жылдан бері деген сияқты, қай уақытта басталды, содан бергі қаншалықты іс-әрекет ұзақ болып жатқандығын көрсеткіңіз келген кезде осы шақты қолданасыз. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, I have been working here for 10 years. Айтады ғой, мен осы жерде жұмыс жасап жатқаныма уже 10 жыл болды деп. Осыны айтқаныңыз келген кезде сіз present perfect continuous шағын қолданасыз. Дәл солай, past perfect continuous шағы да сізге алдын айтқан сияқты, енді осының бәрін артқа қарай шегересіз. Өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін қаншалықты ұзақ болғандығын туралы айтқаныңыз келген кезде. Мысалға, кеше үйге келген кезде сіздің әпкеңіз кино көріп жатқанына 15 минут болды. When I came home, my sister had been watching TV for 5 minutes. Мысалға, осы кезде have, has-ны өткен шақ had, оған been қоса және ing жалғайсыз. She had been watching. She had been doing. I had been doing. Had you been drinking? Сияқты қолдана береді. Міне қарасаңыз, present perfect continuous-та жаңа айттым, progressive және continuous екеуі бір мағынаны білдіреді. Present perfect continuous-та осы уақытқа дейін қаншалықты ұзақ болғандығын білдіретін болса, past perfect progressive-та өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін қаншалықты болғандығын білдіреді. Және келесі бұл соңғысы future perfect continuous, яғни бұл келешектегі, міне қайтадан көрсетіп қойдым, мына жерде үшеуінде
бұл келешектегі болашақта белгілі бір уақытқа дейін қаншалықты іс-әрекеттің қаншалықты ұзақ болғандығын білдіргіңіз келген кезде қолданады. Мысалға қайтадан айтайын, келесі жылға дейін мен ағылшын тілін оқып жатқаныма 1 жыл болады деп айтқыңыз келген кезде қолдансаңыз болады. By next year, яғни келесі жылы. By next year, I will have been learning English for 1 year. Яғни will have been және ING жалғайсыла сіздің сөйлеміңіз дайын. By, мысалға 2020 жылға дейін мен бұл жерде жұмыс жасап жатқаныма 10 жыл болады деп айтқыңыз келсе, by 2022 I will have been working here for 10 years деп сөйлеміңізді айта бересіздер. Жалпы көріп отқандарыңыздай ондай қатты қиын нәрсесі жоқ. Бірақ та бұл жерде осы сөйлемдердің қалай сұрақ жасауы, қалай қай кезде қолданатындығы білу керек болады. Осы екі нәрсені білген кезде сіз бұл шақтарды қолдана алатын боласыз және түсінетін боласыз. Қандай нәрсе? Ең біріншісі қалай жасалынады және екіншісі ол қай кезде қолданатын білетін болсаңыз, сіз ол шақтарды сіз қолдана алатын боласыз. Және бұл 12 шақтың жалпы барлығын қолдану міндетті емес, бірақ та сіз осы 12 шақтың барлығын білетін болсаңыз, сізге бұл сенімділік береді. Яғни сіз сөйлеп жатқан кезде, немесе бір экзаменға кірген кезде, тест тапсырған кезде, жалпы қолданбасаңыз да сіздің 12 шақты білетіндігіңіз және керек болған жағдайда қолдана алатындығыңыз сіздің сөйлеу барысындағы қарапайым шақтарды, simple tense-ті, continuous tense-тарды еркін және қатесіз қолдануға сізге сондай сенімділік береді. Енді соңғы мына жақта бір кесте қалды. Мына жақта барлығын енді бір кестеге салдым, 12 шақты бір кестеге салдық. Және де сіздерге бізде осыған байланысты 12 шаққа байланысты марафон өтті. Осы марафонда мен 12 шақтың әрқайсысын нақты жіліктеп, қайсысын қай кезде қолданатынын, бір-бірінен айырмашылықтарын, қалай сұрақ жасайды, қалай болымсыз, қалай болымды сөйлем жасайды, және өте түсінікті болу үшін және естен шықпас үшін өмірде келетін өте көп мысалдар бердім. Мысалдар беру арқылы. Мысалы, present simple түсіндірген кезде өзімді таныстырған кезде қолданса болады. Жалпы қаяқта оқисың, қайда тұрасың, қаншада тұрасың, немен қызығасың, немен айналысасың деген сияқты. Сол сияқты әр шақты егжей-тегжейлі нақты айырмашылығын көрсетіп түсіндіріп берген сондай марафоныңыз бар. Егер де қатыспаған болсаңыз, онда сіз сол марафонымызға қатыссаңыз болады. Яғни мына жерде әр шақтың айырмашылығын көрсеткен болатынбыз. Present simple мен present continuous шақтың айырмашылығы. Жалпы болатын іс-әрекет present simple, present continuous, дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Past simple өткен шақта бітіп қойған іс-әрекет. Past continuous өткен шақта нақты бір уақытта созылыңқы болып жатқан іс-әрекет. Яғни екеуінде бір сөйлемде қолданатын болсақ, мынау созылып жатқан іс-әрекет, мынау қысқа іс-әрекет. Осы қысқа іс-әрекет ұзақ іс-әрекетті бөледі. Мысалы, сіз ұйықтап жаттыңыз, сол кезде біреу қоңырау шалып қалды. Сол кезде айтасыз when қолданасыз міне. When I was sleeping, my friend called. Иди жалғап осыны қолданыңыз. Және future simple, future continuous. Екеуінің айырмашылығы бұл болашақ туралы сөйлескен кезде, тікелей шешім қабылдаған кезде, және болашақ туралы бір нақты сенімді емес, maybe, мүмкін болатын іс-әрекеттер туралы айтқан кезде қолданасыз. Ал future continuous болса, бұл болашақтағы нақты бір уақытта болып жатқан іс-әрекет. Мысалға, ертең сағат 3-те не істеп жатасыз. Соны сипаттаған кезде қолданасыздар. Және present perfect пен present perfect continuous-тың да нақты айырмашылығын көрсетіп бердім. Present perfect бұл бұрында басталып қазіргі уақытқа дейін болған іс-әрекет. Маңыздысы бұл қашан басталғаны, қалай болғаны, қаншалықты ұзақ болғаны емес, қазіргі уақыттағы нәтиже. Ал present perfect continuous-та бұл іс-әрекеттің нәтижесі маңызды емес, қаншалықты ұзақ болғандығы маңызды. Дәл солай past perfect continuous-та да дәл солай, іс-әрекет өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін болғандағы нәтижесі, мына жерде қаншалықты ұзақ болғандығы. Future perfect пен future perfect continuous-тың айырмашылығы дәл солай. Қанша бір нәтижесі маңызды болса, мына жерде қаншалықты ұзақ болғандығы. Және одан бөлек те екі шақты емес, одан бөлек 3 шақты, 4 шақты бір-бірінен айырмашылығын көрсеткенбіз. Мысалға, past simple мен present perfect-ның айырмашылығы не? Past simple, present perfect continuous-тың айырмашылығы қандай деген сияқты нақты жіліктеп, былайша айтқанда ешқандай сұрақтарыңыз болмайтындай, бұрын сіздерге қиын көрінген ағылшын тілі енді өте оңай екені, шақтарды айтқанда шағып, жіліктеп, өте түсінікті және қарапайым өзіміздің тілмен түсіндіретін
марафонымыз бар. Егер де соған қатысқыларыңыз келсе, онда біздің парақшамызда жекеге жазсаңыздар болады. Сіздерге кез келген ақпаратты беруге дайынбыз. So, if you're really interested in learning English language tenses, and if you are really interested in becoming perfect in English, we are looking forward to seeing you in our marathon. Жалпы сіз өзіңіздің ағылшын тіліңізді өте жетік меңгергіңіз келсе, жоғары дәрежеге көтергіңіз келсе, 12 шақты қарапайым тілмен нақты түсініп ажырата алғыңыз келсе, онда JTED орталық сізді күтеді. Сіздерге онлайнда, офлайнда үйретуге дайынбыз. Егер де бізге қосылғыңыз келсе, онда жекеге жазыңыз JTED парақшасында, немесе бізге де хабарласаңыздар болады. Біз әрдайым көмектесуге дайынбыз.